Бүгін сіздермен маклюбе тағамын дайындаймыз. Ең алдымен табамызға май құямыз. Етімізді салып, қуырып, үстіне жуаны салып, тұзын салып, етіміз піскенше жай отта пісіріп аламыз. Табамызға май құямыз да сәбіздерімізді қуырып аламыз. Дәл видеодағыдай. Одан соң картоптарымызды қуырып аламыз. Баклажан болса, баклажанды да қуырып салуға болады. Менде баклажан болмады. Одан соң табаға май құямыз да күрішімізді қуырып аламыз, тұз салып. Енді табамызға етті алып, астына жуа салып, одан соң етімізді салып, горох салып, сәбіз, картоп барлығын салып, тұз сеуіп, содан соң қуырылған күрішімізді саламыз да, бетіне тұзын, бұрышын саламыз да, қайнап тұрған суды құйып, бұрқылдатып 5 минут қайнатып, бетіні араластырамыз да, бетіні жауып, шамамен 35-40 минут жай отта пісіріп аламыз. Енді маклюбемізді осылай табаға аударамыз, бетін соғамыз, соғып түсіреміз. Содан соң жан-жағына салат саламыз, одан соң айранды құямыз. Видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!